Баршаңызға қайырлы күн. Түрлі аурулардың белең алатын күз-қыс айларында адамның барлығы иммунитетін көтеруге асығады. Біреуі арнайы дәрумендер қабылдаса, екіншілері арнайы тағамдарды қолданады. Назарларыңызға иммунитетті көтерудің ең оңай 6 жолымен бөлісеміз. Достар, егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі қызыл кнопканы басып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Мамандар ең алдымен тамақтануға мән берудің жөн екенін айтады. Иммунитетті көтеру үшін күнделікті ақуыздар мен дәрумендерді қатар қабылдағанымыз жөн. Күз-қыс уақытында рационға міндетті түрде асқабақ қосу керек. Оның құрамында темір, А, В, С витаминдері, каротин және микроэлементтерінің мөлшері көп. Лимон мен бал ағзаның қорғаныш қабілетін арттырады. Дене белсенділігін арттыру. Мамандар күн салқындағанда адамдардың дене белсенділігін арттыру керек деп есептейді. Ал егер күніне 2 сағат серуендей алмасаңыз, кемі 20 минут таза ауамен тыныстау керек. Тыныштық пен дұрыс ұйқы. Иммунитеттің басты жауы стресс екенін ескерсек, күз айларында ұйқыны нормасымен орындаған дұрыс. Түнгі сағат 10-ға дейін ұйқыға жатқаныңыз абзал. Ұйықтар алдын бөлмеңізді желдетуді ұмытпаңыз. Салқын душ қабылдау да иммунитетті көтерудің бір әдісі, бірақ бірден суық суға түспеу керек. Алдымен жылы судан бастап, денеңізді салқын суға ақырындап үйретіңіз. С дәруменін қабылдау. С дәрумені көптеген жемістер мен көкөністер құрамында бар. Дегенмен қыс мезгілінде қолжетімді болмағандықтан, С дәруменінің тәуліктік дозасын толтыру үшін дәріханадан сатып алып қабылдаған жөн. Итмұрын, қарақат шайларын жиі тұтыну қажет. Иммунитетті көтеретін сусындар. Иммунитетті көтеру үшін жеміс-жидек қосылған шайлармен қатар, зімбір, таңқурай қосылған сусындар және жаңа сығылған сәбіз шырынын айтуға болады. Сондай-ақ иммунитетті көтеруде қымыз, шыбат, саумалдың пайдасы өте зор. Бұл сусындар тек зат алмасты реттеп қана қоймай, түрлі ауруларға ем болып саналады. Достар, осы әдістерді күнделікті өміріңізге енгізетін болсаңыз, иммунитетіңіздің көтерілері анық. Егер де видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.